Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен небәрі 2 ғана заттан дайындалатын заквасканың рецептімен бөлісемін. Закваска дегеніміз бұл не? Яғни біздің үйде өз қолдарыңызбен дайындаған ашытқы, адам ағзасына зиян емес, семіртірмейді және де адам ағзасына өте пайдалы ашытқының рецептімен бөлісемін. Бізге алдымен 2 ғана заттан дайындайтын боламыз. Үйдің айраны керек болады, домашний. Өздеріңіз сиырдың сүтімен істелінген свежий айран болу керек бізде бұл жерде. Және де ұн керек болады. Осы екеуінен қазір закваска жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізде ашып, быржып кетпеген, қышқыл емес, 2-3 күн тұрып қалған айран болмайды. Бізде тәп-тәтті және де свежий істелінген айран болу керек. 300 мг бөлме температурасында тұрған айранымызды таразының көмегімен осылай өлшеп құйып аламыз. Және де 200 грамм ұнымызды саламыз. Егер айрандарыңыз холодильникте тұрған болса, комнатный температурада жылытып алып, кейін араластырыңыздар. Сол кезде жаңағы ашып көтеріліп шығатын кезде закваскамыз жөнді көтеріледі, жақсы болып. Енді ұнымызды сабаламыз. Осы заквасканы жасауды үйреніп алсаңыздар, өздеріңіз үйде булочка, нан, бауырсақ, тоқаштар істеп, илеп жібересіздер. Балдарыңызға да өздеріңізге де адам денесіне ешқандай зияны жоқ, қоспасыз, дрожжбен істемей, осы закваскамен жасай беретін боласыздар. Осыдан кейінгі видео рецепті сіздерге нан мен бауырсақтың рецептін қалдырамын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта көптеген закваскадан дайындалатын нан өнімдерін сіздерге рецептін шығаратын болам. Парақшама тіркеліп кетіңіздер. Жаңағы ұн мен айран екеуіні біркелкі етіп араластырып аламыз. Бізде комошка болып қалмау керек. Басында бірдесінен үлкендеу ыдысқа салғандарыңыз дұрыс. Араластыру кішкене қиындау болды. Үлкен ыдысқа салып, осылай венчикпен араластырып алдым. Бізде осындай қоймалжың, осындай кілегей сияқты қамыр пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны 24 сағатқа жылы жерге қойып ашытып алатын боламыз закваскамызды. Мен бұл жерде қазір банкаға салатын боламын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша банкаға салсаңыздар болады, немесе контейнер ыдысқа салсаңыздар болады. Беті жабылатын, немесе тостаққа салыңыздар. Бәрбірге бетіні пакетпен жауатын боласыздар. Енді осы салып алған, жаңағы дайындап алған қамырымызды әлі көтерілмеген бізде. Осы закваскамызды бетіне пищевой пакет жауатын боламыз. Жақсылап ішіне ауа кірмейтіндей етіп, жылы комнатада, комнатный температурада 24 сағатқа қалдырамыз. Осылай бетіні пищевой пакетпен жақсылап жабасыздар. Ішіне ауа кіріп қалмау керек бізде. Сол кезде біздің ашытқымыз әдемі көтеріледі, яғни закваскамыз. Енді 24 сағатқа жылы жерге қоямыз. Үстіні орамайсыздар. Жаңағы вентилятор немесе кондер жоқ бөлмеге, терезесін ашылмайтын, сквозняк болмайтын жерге қойып қоясыздар 24 сағатқа. Міне біздің 24 сағатта закваскамыз осындай дайын болады. Қараңыздар. Беттері осындай көбіршік болып дайын болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай кішкене ұлғаяды жаңағы массамыз. Міне беттері осылай быжыр-быжыр болып ашып көтеріліп шығады. Закваскамыз дайын. Енді осыны мен холодильникке салып қойдым. Егер істетердің алдында қамыр ашытардан бұрын, жарты сағат, 1 сағат бұрын холодильникке шығарып қойып, кейін істей берсеңіздер болады. Біздің осымен закваскамыз дайын. Келесі видеода нан мен бауырсақтың рецептін көрсетіп өтемін. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте адамның денесіне пайдалы және де семіртірмейтін ашытқының рецепті. Осы ашытқаны 3 күнге дейін холодильникке қойып істесек болады. 3 күннен кейін бізде жарамсыз болып қалады. Сол кезде қанша грамм қалған ашытқыңыз болса, сонша грамм жаңағы ұн менен айранды салып, қайтадан 4-5 сағатқа ашытып, ұлғайтып алсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға парақшама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.